Кенжегүл атым. Осы Сарыағаштың тумасымыз. Сарыағаштан көшіп келгенбіз Алматыға. Алматыға көшіп келіп, осы жерде біраз уақыт болып тұрғанымызға. Күйеуім бар, бала шағам бар. 56-ға толып 57-ге кетіп жатырмын. 5 балам бар. 4 қыз, 1 ұлым бар. Бәрі үйлі, жайлы, Құдайға шүкір. Немерелер бар. Кенжегүл, өзіңіз немен айналыстыңыз осы күнде? Мен өзге базарда жұмыс істедік, сауда жасадық. Одан кейін бала шықпай-ақ қойыңыздар болып дегенде, осы шықпай қойдық, үйде немере қарап отырып. Базарда ол сырт жерде, суық жерде жұмыс жасадыңыз ба? Сыртта. Сыртта жүріп. Сол саудада картошка, пияз. Қанша жыл жұмыс істедіңіз базарда? Қанша жыл, бір 6 жыл, 7 жыл жүрдім ғой базарда. 6-7 жыл, бірақ оған дейін үйде отырдыңыз? Оған дейін үйде болды. Қазір барлығы жақсы, денсаулығыңыз. Ол керемет, өте шүкір. Бірақ мысалы, қашан мысалы ақаулықтар басталды, қалай сезіндіңіз? Мысалы, біз әлі жаспыз, білмейміз, бірақ мысалы 40-тан 45-тен кейін әртүрлі аурулар шығады деген рас па? Шығатына шығады, мен өзім осы 50-ден кейін не қылдым ғой. 50-ден кейін осы ұйқы безі деген ауыра бастады. Ұйқы безі. Сол ұйқы безге барып, Ташкентке барып жатып жүрдім, курорттағы барып жатып жүрдім. Осы Сарыағашқа больницаға постоянно жататын. Осы ламифарен ішкеннен бері жоқ. Жатылған жоқ. Қараңыз Кенжегүл, сіздің ұйқы безіңіз, ең басты ауыратын жеріңіз, ол ұйқы безіңіз. Ол қалай ауырады, ол қалай сезінесіз? Мысалы, мен білмеймін, мысалы, ұйқы безінің қалай ауыратынын. Ұйқы безі ауырғанда адамды құстыра береді бұл үшін. Тамақ ішкен тамағын сіңдейді мысалы үшін. Одан кейін жаңағы түнде ұйықтай алмайсың. Ұйқы жаңағы қиында, одан кейін мына аяқтарыңды, қолдарың, жаңа аяқтарың бәрін сырып жібереді. Bir жаққа барайын десең, автобусқа мінетін болсаң, машинаға мінетін болсаң, аяқтарың істеді мысалы үшін. Сондай екенде ол ұйқы безі асқынып кетсе, әсіресе сол. Сол система укол алсаң, 5-6 ай, 3-4 ай жақсы жүресің. Ал кейін қайтадан больницаға жатуға тура келеді. Күйеуім кластасы ішкен екен, содан не қылып, Алматыға келіп, жарнамадан көрдім осы ламифаренді. Содан күйеуім айтты, осыны ішіп көрсейші, қандай болар екен деп. Соны алып, ішіп, жақсы болып қалдым содан. Жақсы болып ауылға бардым, ауылға барған едім, енем ауырып жатыр екен, енемді әкелдім. 4 ай өзім 3 үйді қарадым осы үйде. Енеме де бердім. Енем енді 89-ға келген енем бар. Сол 89-ға келген енеме беріп, енем аттай болып көзі көрмейді, көзі көріп кетті енемші. Сенесің ба, мына жерде отырып қой, тапшында мына жерде. Ана жақта өрік салу отырды талда. 2-ақ өрік қапты сол талда. Сол 2 өрікті айтады, келін айтады, 2 өрікті әкеп берші маған деп. Екеуміз таң қалдық, өрікті көріп отыр апам депті. Жаңа 89-ға келген енем сол өрікті көріп жақсы болып кетті ғой. Мына қолдарын бүйтіп аламай қалған екенші, қолдары бүйтіп ауырады екен. Мына қолын кәдімгідей түсіріп, кәдімгідей жақсы болып кетті енем. Денсаулығы жақсы болып кетті. Өзімде мына қолым, мына бір жаным қақсайтын етші, ауыратын еді, бір жаным. Осы ұйқы безден шығар деп ойлаймын өзімші. Сонында қойды ғой, қолдарым мұздап қатып қалатын етші, қатып қалады. Мына аяғымда қатады. Одан кейін барып, сондай болды ғой енемде. Ол енемде ішті, екеуім ішті. Енем ішкен кейін күйеуім ішпей қойды. Мамашкім ішінші деп. Кейін ол кісіге айттым, сіздің денсаулығыңыз жақсы, мына кісі ішін деп. Мына жерлерінде безі бар екен, сол безге деуір кетті ғой енді. Мұнда көт немелерінде бездері бар екен. Жақсы болып кетті енеміз. Содан азыр 89-ға келіп отыр үйде. Құдайға шүкір. Немерелерімен, шөберелерімен бәрі. Ламифарен өте жақсы нәрсе екен негізіші. Ішкен адамға, білген адамға, оны білмейді ғой көбісі. Ламифарен шығарған адамға алғыс айтамыз. Сіздерге рахмет, көптен көп. Айналайын, алып іше берем деп отырмын. Мен күйеуіме айттым, іше бер деп отыр, іше берем енді. Тоқтатпаймын енді осыдан. Ішпей қойдым, 2 ай ма, 3 ай ішпей қойғаным.
қандай болдым, қап-қара болдым, мынандай болып қалдым ше. Осы 40 күн болды, ламипаренді қайтадан ішіп жатырмын. Қайтадан таз қалпыңа келдім деп сөйтіп қуанып жатыр бала шағам. Оны ішпесем болмайды, ішкен өте жақсы екен бұл ше. Адамға жақсы әсер етеді екен. Дейміз, алғыс айтамыз ламипаренді. Осы істеп жатқан қыздарға да рахмет, осы шығарған компанияға рахмет, алғысым шексіз, Алла разы болсын бұл кісілерге. Жақсылық болып, өстіп алып ішіп отыра береді ламипаренді. Қыздарға да рахмет істеп жатқан жердегі.